Сонымен бұл сабақта үшкір нервтер еміміз қарастырылады. Үшкір нерв жіктелісі бойынша аралас нервтер келеді. Себебі біз бұған дейінгі сабақтарда айтып өттік, оның үш сезімтал бір қозғалтқыш ядросы бар. Ром шұңқырындағы ядролардың проекциясында салғанбыз. Алда үш сезімтал және бір қозғалтқыш ядро. Яғни жоғарғы бұл ядро ол нуклеус трактус мезенцефаликус нерв тригемини. Одан кейінгісі ол көпірдің өзінде орналасқан, үшіншісі жұлынға дейін созылатын нуклеус спиналис, трактус спиналис нерви тригемини мен аралас топқа жатады. Бұл нервис тригеминус бас ми негізінде бұл педункули церебри. Педункули церебрилері медий деңгейінде шығады. Ол шыққан жерде ол артқы бас сүйек шұңқырында орналасқан. Бас сүйек негізін ішінен қарайтын болсақ, нервінде тригеминусты көріп тұрсыздар. Ол одан әрі бас ми қатқабының арасына еніп, ортаңғы бас сүйек шұңқырына шығады. Ортырақ бас сүйегінде пирамиданың алдыңғы бетіне, міне мидың қатқабын алатын болсақ, үшкір нервтің түйінін көреміз. Осы үшкір нервтің түйіні үш тармақта: нервус офтальмикус, нервус максиллярис және нервус мандибулярис. Үш негізгі тармағы осы нервус ганглион тригеминиден шығады. Бұл ганглион тригемини самай сүйегінің пирамидасының алдыңғы бетінде орналасқан. Егер бұл жерде мидың қатқабын ашатын болсақ, ганглион тригеминиді жақсы анықтауға болады. Егер бас сүйектің ішкі негізін сүйектік деңгейде қарайтын болсақ, міне ганглион тригеминидің проекцияланатын орны импрессио нерви тригеминиге сәйкес келеді. Осы жерден неге алдарыңызда көріп тұр, ортаңғы бас сүйек шұңқырынан жоғарғы көз саңылау фиссура виталис супериор, форамин ротундум және форамин овали арқылы осы үш тармағының бас сүйек қуысынан шығады. Яғни жоғарғы көз саңылауы арқылы нервус офтальмикус, форамин ротундум арқылы нервус максиллярис және форамин овали арқылы нервус мандибулярис бас сүйек қуысынан шығады. Енді бірінші тармағы ол нервус офтальмикус көрініп тұр, мінекей. Ол жоғарғы көз саңылауы арқылы көз шарасына енеді, яғни орбитаға енеді. Өте ірі нерв. Бұл көз шарасына енгеннен кейін бұл негізгі үш тармаққа бөлініп кетеді. Оның біріншісі мінекей алдарыңызда көрініп тұрған нервус фронталис, ең ірі нерв. Көз шарасының жоғарғы қабырғасымен жүріп, оның өзі үш тармаққа бөлініп кетеді. Қазір оның тармақтарына қайтып келеміз. Келесі тармағы бұл көз шарасының латералды қабырғасы жағынан қарайтын болсақ, анық көрінеді. Бұл нервус лакрималис. Ол көз жасы безіне бағытталған. Және үшінші тармағы ол нервус назотилиаристі береді. Ол өз кезегінде қарайтын болсақ, нервус экмоидалисті береді. Яғни торлы нервтер, торлы баратын нервтер. Келесі осы нервтер шығатын нервус инфратрахеалис және нервус ұзын болып келетін тилиарис лонги, ұзын кірпіктік тармақты береді. Біз соңғы айтылған тармақтар нервус экмоидалис, нервус инфратрахеалис және нервус тилиарис лонги, бұлар нервус назотилиаристің тармақтары. Бұл ұзын кірпік нерві, бұл көз алмасына келгенде қысқа нервтермен анастомозданып кетеді. Енді нервус офтальмикустың бірінші тармағы нервус фронталис деп айттық мана. Егер бас сүйегінің бет аймағынан қарайтын болсақ, ол көз шарасының жоғары қабырғасына келгеннен кейін бет аймағына, маңдай мұрын аймағына шығады да үш тармаққа бөлінеді. Бұл тармақтардың алдарыңызда көріп тұр: нервус супратрахеалис, нервус инфратрахеалис және нервус супраорбиталис. Осы айтылған үш нерв осы айтылған аймақтарға сәйкес терілерді иннервациялайды. Егер бұл нервтердің зақымдалуы немесе қандай да бір бұзылысында
осы аймақтың терісінің иннервациясы бұзылады. Келесі бұл ішкі нервтің тармағы, бұл мана айтып өтті, өте ірі нервус максиллярис, міне алдарыңызда тұр. Бұл бас сүйек қуысынан форамен ротундум арқылы шығады, яғни фосса птеригопалатинаға шығады. Егер бас сүйек алдыңғы жағынан, көш шарасы жағынан қарайтын болсақ, форамен ротундум міне алдарыңызда көрінеді, осылай болып көрінеді. Бас сүйектен қайталау болып табылады. Нервус максиллярис фосса птеригопалатинаға шыққаннан кейін осы жерде өзінің тармақтарын береді. Қарайтын болсақ, нервус максилляристі көруге болады. Осы шұңқырдан бастап, оның бірінші тармағы ол нервус инфраорбиталис, ең ірісі болып келеді. Ол осы нервус максилляристің жалғасы сияқты. Ол осы шұңқырдан көш шарасы қуысына фиссура орбиталис инфериор арқылы көш шарасына еніп, төменгі көш шарасы жүлгесінде сулкус инфраорбиталис арқылы, одан әрі каналис инфраорбиталис арқылы, одан бет аймағында форамен инфраорбиталис арқылы бет аймағына шығады. Одан әрі ит шұңқырының деңгейінде өзінің соңғы тармақтарына бөлінеді. Яғни рамус пальпебралис инфериор төменгі қабаққа, одан кейін рамус назалис және рамус лабиалис супериорды береді. Соған сәйкес бұл нервтер бет аймағындағы осы аймақты иннервациялайды. Бұл жерде суреті көрінген нервус офтальмикустың және нервус максилляристің тармақтары. Келесі бұл жерде бірінші бейнеленген түсте бұл нервус офтальмикустың иннервациялайтын аймағы, және көгілдір түспен екінші белгіленген бұл нервус максилляристің нервтендіретін тері аймағы берілген. Одан кейінгі беретін тармағы, ол осы шұңқырда нервус өз жолында бұдан басқа бұл рамус альвеолярис супериор постериорларды береді. Олар өте ірі 2-3 сабаулар түрінде жоғарғы жақ сүйегіне қарай бағытталады. Бұл жалпы өз кезегінде жоғарғы жақтағы 3 үлкен азу тісті нервтендіреді. Келесі тармағы бұл рамус альвеолярис супериор антериор. Бұл нервус инфраорбиталистің форамен инфраорбиталиске өткенге дейін өтетін жердің алдында береді де, бірден айналып өтеді доға сияқты, артқа қарай мінекей доға сияқты айналып өтеді де, жоғарғы жақ сүйектің ішінде өзінің тармақтарын береді. Бұл өзінің беретін тармақтары бұл рамус денталис жоғарғы қалған тістерге, және рамус назалис бұл мұрынның шырышты қабығына береді. Мұрынның шырышты қабығына береді. Келесі бас сүйектің ішкі жағынан қарайтын болсақ, біз білеміз, фосса птеригопалатина форамен спинопалатина арқылы байланыс жасайды. Біз байланыстарын айтқан болатынбыз. Бұл жерде фосса птеригопалатинада нервус максиллярис ол ганглион птеригопалатинаны түзу үшін бірнеше ұсақ тармақтар береді. Келесі тармағы, міне алдарыңызда айтылған, форамен спинопалатинум арқылы жүретін, ол келесі тармағы өзі жүз жолында некей таңдайға тармақтар береді. Одан әрі таңдай кесігі арқылы өтеді де таңдайға нервтендіреді. Не алдарыңызда көрсетіліп тұр? Неге көрсетіліп тұр? Яғни таңдайға форамен палатинум майра арқылы өтеді, алдыға және артқа бағытталып өзінің тармақтарын береді. Келесі ол нервус назопалатинус, міне өздеріңізге алдында шығып тұр. Мұрынның артқы бөлігіне келгенде мұрынның
шырышты қабатына тармақтарын береді, мұрынның шырышты қабаттарына. Яғни рамус назалис posterior superior деп береді. Одан кейін нервус назопалатинус. Бұл мұрын қуысына енген кезде назопалатинус негізінен бұл мұрынның пердесін нервтендіреді. Мұрынның пердесіне нервтендіреді. Одан ары қаратай мінекей күрек тесігі арқылы таңдайға өтеді де артқа қарай иіліп, таңдайдың алдыңғы бөлігін нервтендіреді және анастомоз құрайды алдыңғы айтқан тармақтармен. Келесі тармағы бұл жоғарғы жақ нервінің келесі тармағы ол нервус зигоматикус. Нервус зигоматикус бұл инфраорбиталиспен бірге ол көз шарасына енеді, фиссура орбиталис superior, inferior арқылы енеді. Оның сыртқы қабырғасымен жүреді де, осы жерде ол бірінші байланыстырушы тармақ береді. Байланыстырушы тармағы ол нервус лакрималиспен байланысады. Ол нервус лакрималис, нервус мана айтып өттік, көз жасы бірінші тармақ, нервус офтальмикустың тармағы. Әрі қарай бұл нерв форамен зигоматико орбиталис арқылы бет аймағына шығады да, нервус зигоматико фациалиспен және нервус зигоматико темпоралиске береді де, аттас нервті, то есть бет терісін нервтендіріледі. Келесі нервус тригеминустың тармағы бұл нервус мандибулярис. Ол бас сүйек қуысынан форамен овалия арқылы шығады. Бұл нервтің құрамында сезімтал және қозғалтқыш тармақтары болып бөлінеді. Міне қозғалтқыш тармақтары алдарыңызда көрілген. Бұл тармақтарға нервус темпоралис, нервус масситерика және нервус тригеминус медиалис et латералис жатады қозғалтқыш тармақтарына. Осы нервус тригеминус медиалистен шығатын бұл тағы тармағы бар. Бұл керуші тармақтар деп айтылады. Яғни бұл мускулус тенсор вели палатини, таңдайдың керетін және мускулус тенсор тимпани, дабылдық керетін тармақтарды береді. Одан ары қаратай бұның сезімтал тармақтары бар. Бұл нервус букалис береді. Бұл ұрт терісін сәйкес нервтендіріледі. Келесі тармағы, міне өзі аты айтып тұр, сол саған сәйкес келетін бет терісін нервтендіреді. Келесі тармағы ол нервус аурикулит темпоралис. Бұл некей, егер шықшыт буынға қарайтын болса, оның артқы жағын айналып өтеді де, самай аймағына шығады да, аттас теріні нервтендіреді. Келесі тармағы нервус мандибулярис. Бұл нервус альвеолярис inferior және нервус лингвалис, тіл нервін береді. Нервус альвеолярис inferior біз сүйекте оқып кеттік. Форамен мандибулярис арқылы каналис мандибуляриске еніп зондпен көрсетіліп тұр. Бұны сүйекте оқып кеттік. Мынау каналдың тілшесі тесіктің. Және егер сүйекте қарайтын болсақ, бұл осы канал төменгі жақ сүйектің денесінің ішінде орналасады. Төменгі жақтың денесінің ішінде орналасады да, бұл өз жолында тармақтар береді. Ол бірінші беретін тармағы ол нервус милохейдиус, ол мускулус милохейдиуске береді. Бұл аттас бұлшықетті, міне алдарында көрініп тұр. Және мускулус дигастрикустың алдыңғы қарыншасына тармақ береді. Канал ішінде бұдан басқа бұл қызыл екпен істерге тармақтарын береді. Неке алдарыңызда көрініп тұр. Яғни рамус инвалис, рамус денталис тармақ береді. Және бұл альвеолярис инфериордың соңғы тармағы бұл иек нерві. Бұл ары қарай форамен ментали арқылы иек аймағына шығады. Сөйтеді төменгі еріннің терісіне және иек терісін иннервациялайды, яғни нервтендіреді. Келесі нерв бұл тіл нерві, нерв лингвалис.
Бұл мускул, то есть нервус альвеолярис инфериордан медиалды жатыр, яғни төменгі жақтың ішкі бетімен төмен алдыға қарай бағытталады. Алдыға қарай бағытталады. Жағасты бетінің үстімен тіл денесінің төменгі бетіне келіп, өзінің тармақтарына бөлінеді. Өзінің соңғы тармақтарына бөлінеді. Бұл жоғарғы жақта тіл нерві орналасу алдарыңызда көрсетілген. Төменгі жақ сүйектің ішкі бетінде жанасып тұрады. Жоғарғы жағында бұл тіл нервінің тағы бір ерекшелігі, басталған жерінде бұл өзіне хорда тимпаниді қабылдайды. Хорда тимпаниді қосып алады. Иннервациялайды. Сонымен ішкі бұл төменгі жақ нервус мандибуляристі алатын болсақ, бұның иннервациялайтын терлік сезімтал тармақтары үшпен белгіленген ақшыл сары түсті. Осы жерге иннервациялайды. Сонымен тригеминустың сезімтал тармақтары алдарыңызда бейнеленген суретке сәйкес үш тармағы үш бөлімді бет аймағындағы бөліп алады. Болмаса нервус мандибуляристің тармақтарын бұдан басқа алдыңғы және артқы тармақтар деп бөледі. Қозғалтқыш сезімтал деп біз қызметтік ерекшелігі бойынша бердік. Алдыңғы тармақтарға нервус мастерика, нервус темпоралис профундус, нервус птеригоидис латералис және нервус букалис жатады. Ал артқы тармақтарына нервус птеригоидис медиалис, нервус аурикулярис, аурикула темпоралис, нервус альвеолярис инфериор, нервус лингвалисті жатқызады. Міне үшкіл нерв бойынша осы.